Сәлем достар, бүгінгі шолу Huawei P40 смартфон туралы болады. Кейбіреулер оны жамандайды, кейбіреулер оны мақтайды. Бүгінгі менің ролім, оптимистің ролі. Мен бүгін бұл смартфонның тек жақсы жағын айтамын. Ал жақсы жақтары өте көп. Ал кеттік. Тоқтаңдар. Мен де бүгін боламын. Менің бүгінгі ролім пессимист. Мен бұл смартфонның тек жаман жағын айтамын. Ал енді кетіңдер. Ал кет. G G O O O O G G L L E Gulu gulu. Қорамда не бар екенін тез айтып кетейін. Смартфонның өзі құлаққап, Type-C қосқыш, 22.5 ваттық адаптер бар. Керемет емес пе? Чехол жоқ. Бұл смартфонда құлаққап бар, бірақ чехол жоқ. Бұл қымбат смартфондар екеуі болады. Келесі, экран 6.1 дюймдық Gorilla Glass 5 OLED экран, 2340-та 1080 пиксельді экран. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Қазіргі заманға бұл кішкентай смартфон, өйткені Samsung 6.9 диагоналмен шығарса, бұлар тек қана 6.1 мен шығарып отыр. Артқы жағын қарасаңыздар, шыны және өте әдемі түспен боялған. Бұрынғы ақ, қара мен шашаған сияқтымыз. Тоқта. Смартфонның арты әдемі, бірақ бұған чехол кигізетін болсаңыз, арты көрінбей қалады. Шыны ма, әдемі ма көрінбейді. Смартфонның жоғар жағында микрофон, оң жағында дыбыс батырмалары, басты батырма, астында динамик, Type-C қосқыш. Астыңғы жағына сим-карта слотын орналастырды. Байқадыңыздар ғой, бұндай смартфон стереодинамик емес, монодинамик. Және мини-джек қосқышын алып тастаған. Неге алып тастаған? Android болса бәрін салу керек болған, менің ойымша. Процессорына тоқталсақ. Процессоры 990 Kirin 2D86 мен жиілікпен жұмыс істейді. 8 гигабайттық азу, 128 гигабайттық ішкі жады бар. Antutu тестінде 496 мың жинайды. Ол өте үлкен көрсеткіш. Осындай көрсеткіш OnePlus 7T естеріңізде болса, ол былтыр ең мықты смартфон болған. Samsung Galaxy S20, Realme X2 Pro осындай көрсеткіш жинайды. Тоқтаңдар, смартфон Kirin 990 ол жақсы процессор, бірақ 400 мың теңгеге ол қымбат смартфон. Бұндай бағаға iPhone XR алсаңыз болады, немесе iPhone XS Max алсаңыз болады, Samsung S20 Plus алсаңыз болады, iPhone 11 алуға болады, немесе 98 жылғы Deo Leganza алсаңыз болады. Коробка автомат 98 жылғы аласыз ба бұндай машинаны? Камера. Камераның негізгі сенсоры 50 мегапиксель, кең бұрышты камерасы, тыңдаңыздар, 16 мегапиксель, және телевик 8 мегапиксель. Фотоға әдемі түсіреді. Соншалықты әдемі, егер басқа смартфонмен түсіріп, цветокоррекция жасап, әр фотоға 10 минут жұмсайтын болсаңыз, бұл Huawei P40 смартфонда цветокоррекция автоматты түрде құрылған сияқты. Түсіргенде сол мезетте әдемі фото аласыздар. Оны видеоны жазып көрейік. 4 коммент түсіріп отырым. қалай болатынын дауысын көріңіздер, видеосын көріңіздер.
Жақындатып көрсем. Бізде бір жазу бар еді, тамын. Осыны жақындатып көрейік. Мынау 10 есе жақындатқан түрі. Ал енді артқа қарай. Мына кең бұрышты линзамен түсірген түрі. Видеосы осылай. Сондай режим R деген бар. Бірақ білмеймін пайдасы бар ма, жоқ па. Осылай. Huawei P40. Мынандай эффект бар екен. Сол жағында екі есе жақындатқан түрі, ал оң жақтағы наоборот кең бұрышты түсірген түрі. Қызады. Не қызады? Камерамен көп қолдансаңыз, камерасы күрделі болғандықтан ол қызады. Өйткені ішінде жасанды интеллекті бар, камерасы өте шынайы фото түсіреді. Көп қолдансаңыз қызып кетеді. Бұл смартфонда керек қосымшалардың бәрі бар. Мысалы, Facebook'та бар, Instagram'да бар. Қарасаңыздар, ойынды да көшіруге болады. Біраз уақыт алады, бірақ көшіріп алсаңыз да болады. Өзінің қосымшасы бар, өзінің Play Market'тен басқа өзінің дүкені бар. Оның аты App Gallery. Оның ішінде мына қосымшалар оның ішінде бар. Тез көшіріп алсаңыз болады. Сіз көріп тұрған InShot, Tugiz, TikTok, оның бәрі бар ішінде. Ол оңай көшіріп, бір батырманың арқасында бәрін көшіріп аласыздар. Мынау жоғарыда ВКонтакте, Telegram, оның бәрі ішкі дүниесінде бар. Take it, spin it, watch it, fix it, work it, paint it and perfect it. Shout it, sing it, swing it. Google сервистері жоқ, сіз оның бәріңіз білесіздер. Бірақ бұған қосымша сіздер Kaspi.kz қосымшасы істемейді, және хат жіберетін Mail.ru қосымшасы да жұмыс істемейді. Менің ойымша ол жаман зат. Саусақ сенсорде тез ашады. Және бетіңізді сканерлеп тез ашып береді. Кейбір блогерлар фото арқылы ашады дейді. Мен фотомен де тексердім, видеомен де тексердім. Болмады. Саусақ сканерді қош, мынау алдында екі камераны не үшін жасалған? Бірінші камера ол селфи камера, екінші камера артыңғы бұлыңғыр жасау үшін жасалған камера. Бірақ неге екеу? Кез келген смартфонда бұл біреу, бұл да екеу. Менің ойымша бұл басқалардан өзгеше болу үшін жасалған. Әйтпесе керек емес зат. Тағы бір қызық ерекшеліктері, бұның екі сим-карта сиятын слоты бар, бірақ ол екі сим-картаны екі жаққа қоясыздар. Кейінгі смартфондарда жесті деген функциясы бар. Көп адамдар оны қолданбайды, қоспайды немесе. Астындағы үш батырманы қолданып үйреніп алған. Бұл смартфонда сатып алған кезде осы жесті функциясы қосылып тұрады да, сіз қолдана бересіздер. Оны қайтып орнына келтіруге болады, бірақ шын мәнісінде бұл ыңғайлы. Тағы бір айырмашылығы P30 Pro'дан кейінгі шыққан қызығы, сөйлескен кезде құлағыңызды өшіруге қою керек. Өйткені дыбыс мына жерден шығады. Бәрі естіледі, бәрі жақсы, бірақ құлағыңызды өшіруге қою керек. На русском языке нажмите 2. Сонымен смартфонда туралы қазақша жаңалықтар білгіңіз келсе, бұл видеоға лайк басыңыздар, бұл каналға жазылыңыздар. Иә? Pop it, love it, pump it, push it, change, explore it. Explore it. Frame it, light it, point it, shoot it, snap it, zoom it, ultra wide it, save it, store it, and secure it, lock it, own it, and protect it. Explore it. Explore it. Grab it, drive it, blast. Шын айтсам, басқа қосатын ештеңем жоқ. Ары қарай өздерін жалғастыра беріңдер. Jump it, see it, hear it, touch it, feel it, act it, break it, join it, light it, live it, live it, live it, live it. Explore it. Explore it. Explore it. There is always more to explore. Explore it. Explore.
Explore it on Huawei App Gallery.